Танысып қойыңыздар, бұл қанішердің аты жөні Хамди Қаяпынар. Түркияның Кайсери қаласының тұрғыны. Құрбандарының саны 11 адам. Оның ішінде 11 жастағы өзінің туған інісі де бар. Тарихын шолу барысында қанішердің қатыгездігіне ғана емес, Түркияның сот жүйесінен де абдырағаным бар. Толығырақ видео соңында айтамын. Әзірге қылмыс хронологиясына көшейік. Хамди Қаяпынардың қолдары ең алғашқы рет небәрі 14 жасында қанға малынады. 1994 жылы 11 жастағы туған інісін буындырып өлтірген. Қылмысының себебі қызғаныш. Айтуынша, ата-анасы оған қарағанда інісін қаттырақ жақсы көріпті. Сөйтіп 4 жылға қамалып, 1998 жылы бостандыққа шығады. Бірақ түрме оны тәрбиелеген жоқ. Еркіндікке шыққан бойда ол қанды қылмыстарын үдете түседі. Яғни 1998-2002 жылдар аралығында тағы 10 адамға қастандық жасайды. Ол түн жарымда мылтықпен қаруланып, көшеде жолыққан кездейсоқ адамдарды ататын болған. Нәтижесінде 6 адам мерт болып, 4 адам ауыр жарақаттар алады. Өлтіру әдісі бірдей, таяп келіп мойын тұсынан ататын болыпты. Сөйтіп құрбанның сағат, қалпақ, тіпті күртеше секілді болмашы заттарын алып кететін. Ал оқиға орнында ешқандай із қалдырмайтын. Тіпті атылған оқ гильзаларын теріп алып кететін болған. Қоғамдағы резонанс өршіп, қала тұрғындары үрейге батты. Бірақ тергеушілердің қолында ешқандай дәйек жоқ. Нәтижесінде соңғы жасалған қылмыс орнынан гильза табылып, саусақ іздерінің арқасында қанішердің жеке басы анықталады. Ол 23 жастағы Хамди Қаяпынар. Үйін шолу барысында құрбандарға тиесілі заттар мен қылмыс қаруы табылды. Ал қылмыстарының себебі мүлдем қисынсыз болып шықты. Ол аңшы, ал адамдар аң. Құрбандарының жеке заттарын жай естелік үшін алып кететін болыпты. Нәтижесінде ол 2002 жылы 169 жылға қамалып кетеді. Бірақ 2017 жылы, яғни небәрі 15 жылдан кейін рақымшылыққа ілініп, бостандыққа шығып кеткен. 38 жастағы қанішер бұрынғы әдетіне салып, тағы бір адамды атып өлтіреді. Құрбаны жекеменшік мекеменің түнгі кезекшіліктегі қарауылы. Қанішер оның қызметтік тапаншасы мен белдігін естелік ретінде алып кеткен. Көп ұзамай, бейнебақылау камераларының арқасында ол кезекті рет құрықталды. Сөйтіп 2019 жылы 40 жастағы Хамди Қаяпынар өмір бойына бас бостандығынан айырылды. Алдағы уақытта шығатын видеоларды өткізіп алмас үшін парақшаға жазылып қойыңыздар. Сондай-ақ лүпіл басып, пікір жазуды ұмытпағайсыздар.